Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі шоколадпен жасалған пончик жасайтын боламын. Балаларға өте ұнайды. Мінекей достар, түрлі пончиктар. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, соңына дейін көріп, қоңырауша басып тіркеліп, міндетті түрде қолдай кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Ең әуелі ыдысымызға бір жұмыртқаны шағып алып, оны жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен шекер салмадым. Өйткені бізде шекерді қолданбауға тырысамыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша шекер қоссаңыздар болады. Сосын 250 мл сүтімізді құямыз. Сүт суық болса да бола береді. Сосын жақсылап араластырып, май құятын боламыз. Менде 7,5% дүкеннің майы. Сіздер күнбағыс майын қойсаңыздар да бола береді. Құрғақ аштығымызды, сосын шамалы тұз салатын боламыз. Менде ұнымды алдынада електен өткізіп алғанмын. Енді қамырымызды іздеп бастаймыз. Ұнды електен өткізіп алған жақсы, себебі пончиктарымыз жақсы өсетін болады. Қамырымызды көп тұрғызбай, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Сосын оны 10 минуттай қойып формаға кесе бастаймыз. 10 минут қойсақ, формамыз осылай жақсы шығады. Бірден кессек, формамыз шықпай қалады. Енді осы тоқаштардың ортасын және де кішкентай формамен, яғни насаткамен кесіп шығамыз. Сіздер кеспей-ақ осылай бауырсақ күйінде пісіре берсеңіз де болады. Қызып тұрған майымызға пончиктарды пісіре бастаймыз. Май міндетті түрде қызып тұру керек. Міне уже пончиктарымыз дайын. Бәрін осылай пісіріп шығамыз. Енді осындай отқа ыстық суды құйып, водной ванна, яғни соған шоколадымызды жайлап ерітетін боламыз. Міне достар, шоколадымыз шамалы суыған кезде осылай барлық пончиктарды батырып шығамыз. Менде пончиктардың бетін әсемдеуге сгущенка, жаңғақ ұнтақтары, тағы басқа заттармен әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп берсеңіздер болады. Міне пончиктарымыз уже әдемі шықты. Балаларға міндетті түрде ұнайды. Жасап беріңіздер. Видео ұнап жатса, соңына дейін көріп, тіркеліп, пікір қалдырып, қолдай кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.